Адамнан сұрағанның екі көзі шығады, Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Иә, расымен де, дүниеде, табиғатта қаншама байлық бар болса, оның барлығы тек жаратушыдан, адамнан емес. Әрине, өмірде әртүрлі мүмкіндіктер олар адам арқылы келеді. Бірақ бәрібір берекенің түпкі негізгі көзі ол тылсым, мейірімді, ұлы күш. Сіз бен бізді жаратқан күш, бізге осы жарық дүниені сыйлаған күш. Адам баласын, жалпы табиғатты, тіршілікті шынайы, ізгі махаббат пен шексіз мейірімділікпен жаратқан. Өзінің қамқорлығындағы жандарға жаратқан қатыгездік танытады деп ойлайсыз ба? Әлбетте олай емес. Сіз бен бізді бұл дүниеге азап шегу үшін емес, бақытты, берекелі ғұмыр кешу үшін жіберген. Сол себепті сол бақытты, баянды, берекелі өмір сүру үшін бізге керек кезде барлық мүмкіндіктерді жібереді. Ең бастысы, адам сол мүмкіндіктерден үмітін үзбей Құдайдан сұрау керек. Адамнан емес, шын жүрегімен Құдайдан тілеу керек. Шын жүрегіңізбен Құдайдан жақсылық тілегеннен кейін, сіз Құдай сіздің тілегіңізді қабыл алатынына нық сенімді болуыңыз керек. Құдайға ешқашан шүбә келтірмеуіңіз керек. Сіз көмек шын жүрегіңізбен сұрасаңыз, жаратқан сізге береді. Себебі сіздің шексіз бақытты, берекелі ғұмыр кешуіңізге Құдайдың өзі тілекші. Ең бастысы, өз қанатыңызды өзіңіз қимаңыз. Ең бастысы, өзіңіз сенімді болуыңыз керек. Мен көмекке лайықтымын, мен бақытты ғұмыр кешуге лайықтымын. Ол менің Құдай берген құқығым, мен оны толық пайдаланамын. Сондықтан Құдай керек кезінде маған көмек жіберетінін, береке жіберетінін және қиын қыстау кездерде жамандықтан аман алып, тек қана бақыттың жолын сілтейтінін адам жүрегімен сезініп ұғыну керек.